Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді жасанды интеллект құралы magicschool.ai платформасымен таныстырғым келіп отыр. Бұл жасанды интеллекттің өте керемет мүмкіндігі, әсіресе ұстаздар үшін сіздердің уақыттарыңызды үнемдеп, жақсы жұмыстар жасауға мүмкіндік береді. Міндетті түрде жұмыс жасау үшін тіркелу жұмыстарын жүргіземіз. Ол аккаунт арқылы немесе өз почтаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Енді осы жерде жасанды интеллект көмегімен көптеген жұмыстарды жасауға болады. Өзіңіздің сабақта қолданатын әдіс-тәсілдеріңізге байланысты тәсілдерді пайдалануға болады. Ең бастысы, бұл жерде сіз сабақ жоспарын құра аласыз. Яғни өзіңізге қажетті күнделікті қысқа мерзімді сабақ жоспарын құруға мүмкіндік береді. Ол үшін тіркеліп болғаннан кейін сабақ жоспары деп аталатын бөлім бар. Сол бөлімді басып, мына жерде сабақ жоспарын дайындауға арналған форма ашылады. Осы формада мысалға сынып деңгейі, осы жерден өзіңізге қажетті сыныпты таңдайсыз. Мына жерге тақырыпты жазасыз. Қосымша критериялар өзіңізге қажетті, мысалға сабақтың барысында оқушыларға қойылатын критерияларды жазып өтсеңіз болады. Енді мен сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Өздеріңіз толықтырып жазсаңыздар болады. Және жасау батырмасын басамыз. Біздің жұмысымыз жасалып жатыр. Яғни жасанды интеллект автоматты түрде бізге қымыжына осылай ағылшын тілінде құрастырып беріп жатыр. Құрастырып болды. Енді бұны міндетті түрде біз өзімізге қажетті қазақ тіліне аударып алсақ болады. Google'дың өзінің формасында тілдерді таңдау бар. Сол жерден өзіңізге қажетті тілді таңдап аласыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерге оқушыларға қандай әдіс-тәсілдер пайдалануға болады, қандай тапсырмалар беруге болады деген сияқты ақпараттарды бізге жасанды интеллект жасап берді. Енді бұны қалай өзімізге қажетті көшіріп аламыз. Ол үшін жоғары жақта көшіру батырмасы болады. Сол көшіріліп алады. Өзіңізге қажет, мысалға мәтіндік редакторды ашып, сонда орналастырып қоюға болады. Яғни өзіңізге қажетті жерлерін алып, пайдаланып, өз қысқа мерзімді жоспарыңызға енгізсеңіз болады. Енді бұл жасанды интеллекттің мүмкіндігі өте зор. Мысалға YouTube бейне сұрақтары деген бар. Бұл жерден мысалға YouTube сілтеме қою арқылы оқушылар әртүрлі тапсырма ұсына аласыз оқушыларға. Бұл туралы келесі бейнероликтен күтесіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Көптеген жасанды интеллект түрлерін сіздерге ұсынатын боламыз.